드리겠습니다. Достар, сәлем, қалайсыздар? Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі влог корейский корпоратив болып келеді. Бұндай отырысқа мен өмірімде бірінші рет отырайын деп жатырмын. Қалай болады, қандай тамақ жейміз, қандай әңгіме думан болады, білмейді екенмін. Енді осы видеода көре жатармыз не болатынын. Әрі қарай да менімен бірге болыңыздар, көріңіздер. Қандай тамақ беретінін сіздерге қызық болады деген ойдамын. 언니들이 같이 앉으실 거예요. 언니. 여기요. О, наш коллектив. Жастар. 오. коллектив у нас. 얼굴 나오게 하지 말해. 맛있대. 마스크 쓰고 있어요. 얼굴 나오게. 언니 이거 마스크 쓰고 있어요. Кореяның асханасында отырғанда осылай су қойып қояды, стакандар, барлығы дайын тұрады. Мынандай салаттар, вот мынау жапырақтар, барлығы тегін. Осылай добавкамен таусылған кезде сұрай беріп жей беруге болады. На самом деле меню осылай дуалда жазылып тұрады қабырғада. Осы жерден барлық адамдар қарап заказ етеді. Бұл жерде ет в основном, сол етті заказ етіп, осыған панчан деген ол салаттар, осы қуғымадан, пияздан, осының барлығын жейсің. Таусылса тағы сұрауға болады, барлығы тегін. Сол Кореяның осындай жағы жақсы на самом деле. Жақсы тойып жеп аласың. Бізге айтпақшы шошқан етін берді, маринованный и не маринованный тоже берді. Енді мен жеп көрдім, 1 штук, 2 штук па жеп көрдім. Ұнаған жоқ өзім. Вообще етті қатты ұнатай бермеймін, но жедім, енді амал жоқ, енді ұят болады деп та, өйткені маған қарап тұрғаннан кейін жеп көре салайыншы дедім да. Шошқаның еті тура колбасаның дәмі сияқты екен, және қойдың иісі сияқты бір какой-то вкус дәм шығып тұрады, түк ұнаған жоқ. Өзім гриппен ауырып отырсам да, дәм сезбесем де шошқаның дәмін сезгендей болдым, ұнаған жоқ, шыны керек. Лучше ет салмай-ақ осылай шөп шаландарды, картошканы, жаңа қуғыманы салып жегенге не жетсін. Осылай жедім енді. 담배. 아니요, 5개요. 너무 예뻐. Без кола шаталась. Короче, маған отдельно 된장찌개 келді. Паппен бірге, за то, что я мясо не кушаю. 뭘 고쳐요? 우리 자리 고쳐달라고. 네, 제가 고쳐드리겠습니다. 사장님 못 고치잖아. Енді бұл жерде бізде юморист жүрген, шутник кәдімгідей неше түрлі приколдар көрсетіп, бізді күлдіртіп қайтады. Өзі жақсы жігіт на самом деле. И жаңағы очкидағы новенький, ол тоже жаңадан келген, әйтеуір бізді тексеріп, көріп кетеді. Ешқандай замечание жасамайды. Наоборот, көңілімізді көтеріп қайтады. Бойдақ, 40-тан асқан, жақсы жерде жұмыс істейді, жақсы должностьта.
Бирактан билбейм эмне үчүн үйлөнбөй жүргөнүн сурап көрдүк. Сураганда үйлөнгүм келмейди, үйлөнгенде маған әйелдер ақша сұрайғаны ұнамайды дейма, сондай нәрселерді айтты. Енді кәрістердің әйелдері ужас қой, брендовый киімдер сұрап, ақша сұрап жүрүшүр. Мініп алама, білмеймін ғой, сондай деп айтып. На самом деле мен ондай, мен енем, например, ондай емес, қайынбикем тоже ондай емес, неге өйтіп айтатындарын түсінбеймін. Короче, біз үйге қайттық, корпоратив бітті, жақсы отырдық, демалдық, болды. Шиктаның семьясы бүкіл фотосымен түскен екен, қанша отбасы екенін білуге болады. Мынау біздің Паджаңнем үйге қайтып жатыр. Болды, біз уже үйге қайтайын деп дайындалып жатырмыз. Далада машинаны күтіп, мына жерде ойыншықтарға қарап отырсам, ойнелар мені шақырып жатыр екен. 우와 언니 뭐해요 언니 진짜 장장 재밌었어 언니 재밌었어 언니는 술 마셨어요? 술 드셨어요? 잠깐만요. Ойнелар менің YouTube каналды жүргізіп жатқанымды біледі, соған менің көңілімді көтеріп, жай фоткаға түсіп жатқандары ғой. Уже жай-жайлап үйретіп жатырмын, жай-жайлап үйреніп жатыр барлығы. Так что қорықпаңыздар, неге сен түрін түсіресің деп, олай қорықпаңыздар. Барлығы рұқсаттарын берген арасында енді анау жас ойнелар, ой түсірмеші деп шыға салады, просто жай сөйлеп, на самом деле түскілер келеді деп ойлаймын. Автобус келді, енді үйге қайтамын. Менің YouTube каналым сіздерге қызық болса, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Ал жазса, мен атымды, блогтағы атымды өзгертетін шығармын YouTube каналында. Сол үшін маған подписка жасаңыздар, жоғалтып алмаңыздар.